Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге ашытқысыз бауырсақ дайындаймыз. Бізге керек заттар жұмыртқа, ұн, айран, ас содасы және қант. Алдымен айранға ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Соданың әсерінен айран бізде көпіршіп ұлғаяды. Бізде жұмыртқа да айран да бөлме температурасында болуы тиіс. Кейін айранның үстіне қант, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне ұн қосып, жақсылап илеп аласыздар. Қамырымыз қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ болуы керек. Қамырымыз біркелкі болу үшін жақсылап қолымызбен басып илеп аламыз. Бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Кейін қамырымызға ұн сеуіп оқтаулап аласыздар. Қамырымыздың жан-жағы қалың болса, қолдарыңызбен басып шығасыздар. Кейін қамырымызды бірнеше 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды қатты қалың емес, видеодағыдай қылып жайсаңыздар болады. Қызып тұрған сұйық майымызға бауырсақтарымызды салып, 2 жағы қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Бауырсағымыз көтеріліп, әдемі болып піседі. Асығыс болған кезде дайындауға ыңғайлы бауырсақтар ашытқысыз дайындалады, көтерілуін күтпейсіздер. Керек заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Бауырсақтарымыз осылай қызарған кезде майдан аласыздар. Бауырсақтарымыз осылай әдемі болып көтеріліп піседі. Менімен бірге дайындаңыздар. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды.